여, 요, 요리사, 요리사 аспазшы дегенді білдіреді. Ал йожа, йожа әйел деген сөзді білдіреді. А әрпі біздің де алфавитте бар. Еш қиындықсыз А деп қана айтылады. Келесі бізде О әрпі. Бұл біздің қазақ тіліндегідей О деп айтылмайды. О мен А әрпінің ортасында жүреді. И әрпі бұл біздің алфавитте бар, және И әрпі бұл біздің алфавитте де бар. Жаттау оңай болады. У әрпі, Ю, О, бұл О мен Уның ортасында жүретін әріп. Оға да Уға да ұқсайды одновременно. Йо, Йо. Ерніңіз шығыңқы болады. Қарапайым Я әрпі. Біздің алфавиттегідей ың әрпі, сондықтан бізге оңай болады негізі бұны жаттап алу. А басқа тілдегілерге бұл қиын негізі. ың әрпінің өздерінде ешқандай алфавитте ондай әріп жоқ, сондықтан оларға жаттау қиын ол әріпті. Ал бізге енді оңай болады, өйткені біздегі таза ың әрпінің просто кәрісше версиясы. Бірақ бұл әріпте ерекшелік бар. ың әрпі басында кездессе сөздің ол игнорится. Ол мүлде еленбейді ол әріп. Мысалы, аппа сөзінде мүлде естілмейді. Омма сөзінде тоже естілмейді. Ал сөздің ортасында кездессе ың деп оқылады. Немесе соңында. Мысалы, баң, нан соңында кездесіп тұр, ол ың деп оқылады. Аньон соңында кездесіп тұр, бұл ың деп оқылады. Келесі сабақта кездескенше. Аньон.